Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 23-ші сабақ дауыссыз П мен Б. Бұл тақырыптан П, Б әріптерінің емлесін сақтап жазамыз және нұсқаулық құрастырамыз. 18-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем саған қандай кітаптар ұнайды деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай, уақытында өткіз, деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Мәтін не туралы? Мәтін кітапхана және де кітап туралы. Кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулық құрастыр. Кітапты жыртпаймыз, ұқыпты ұстаймыз, ішіне сызбаймыз. Келесі тапсырма, яғни 19-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді жұптастырып жаз. Шап, шабу, жап, жабу, теп, тебу, сеп, себу, тап, табу. Келесі шығармашылық үзіліс, яғни 20-ші жаттығу. Суретке қара. Құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс? Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр, дәптерге жаз. Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Плакатты толтырайық. Кімді? Жақыпты. Немен? Туылған күнімен. Қалай? Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі тапсырма 21-ші жаттығу. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз. Дәнді себу керек. Шөпті шабу керек. Есікті жабу керек. Допты тебу керек.